Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Эльмира Мажитқызы. Бүгін өте дәмді әрі жеңіл сорпалардың бірі балық сорпасын дайындаймын. Алдымен қазанға салқын суды құйып, бір жуасын салып, татымына қарай тұзын қосып, картопты ірілеп турап, және сорпамыз дәмі өте керемет болу үшін тұздалған 2 қызанақты қосып, қайнатып алдым. Картоп піскеннен кейін қайнап тұрған суға алдын ала жуып, тазалап қойған сазан балығының 2 басын салып, кішкене араластырып, енді өзінің бабында өте дәмді сорпа шығу үшін қақпағын жауып, 15 минуттай қайнатамыз. Міне сорпамыз дайын. Сіздер де осы рецепт бойынша дайындап көрсеңіздер болады. Ас болсын.